Дала қорғаны. Нұрасыл, бүгін аспан ерекше әдемі емес пе? Иә, бірақ қарашы, ана жақта бұлттар жиналып келеді. Аспандағы әрбір бұлт үлкен қозғалыстың белгісі, табиғат жаңа құбылыстарды көрсетеді. Нұрасыл, аспан неге өзгеріп жатыр? Мүмкін біз найзағайды көретін шығармыз. Бұлттардың ішінде электр зарядтары жинала бастайды. Олар қозғалған сайын энергия көбейеді. Вау, аспан жарқ етті. Қандай күшті жарық. Найзағай кезінде ауа қатты қызады. Сол себепті күн күркірі деп аталатын дауыс шығады. Дауыс қатты екен. Қорықпайық, бұл табиғаттың дауысы ғана ғой. Найзағай мен күн күркірі бір мезетте пайда болатын табиғи құбылыс. Жаңбыр жауып бастады ғой. Ауа қандай салқын болып кетті, жаурадым. Күн сәулесі мен жаңбыр бірге болғанда ерекше құбылыс пайда болады. Нұрасыл, қарашы. Кемпір қосақ, алақай, кемпір қосақ. Кемпір қосақ күн сәулесінің су тамшыларынан сынуынан пайда болады. Мұнда қанша түс бар? Әр түс өз орнында тұр. Кемпір қосақта 7 негізгі түс бар. Олар жарықтың сынуына байланысты пайда болады. Біз кемпір қосақтың ішінде жүргендейміз, иә, нағыз сиқыр сияқты. Кемпір қосақ әдемілік қана емес, ол үлкен ғылым. Ол кетіп бара жатқан сияқты, бірақ біз бәрін көріп үлгердік. Кеттік, ғажайып болады. Иә, аспанға қара. Қанатты сезін, біз ұшып барамыз. Кемпір қосақ күн мен жаңбыр қатар болғанда ғана пайда болады. Найзағай қорқынышты емес екен. Иә, біз оны түсіндік қой, бауырым. Табиғатты түсінген сайын, біз одан қорықпаймыз. Құстар да қайта шықты. Демек, бәрі тынышталды. Найзағай өткен соң, ауа тазарады. Аспан бізге көп нәрсе үйретеді екен. Иә, тек байқау керек. Табиғат ең үлкен ұстаз. Тағы да зерттейміз бе? Әрине. Аспан әлемі әлі талай құпияны жасырып жатыр. Біз зерттеушіміз, ал аспан біздің досымыз. Әрбір құбылыстың өз себебі бар. Еш нәрсе себепсіз жаратылмайды, балалар. Найзағай мен кемпір қосақ табиғаттың ғажайып сабағы. Келесі саяхатта кездескенше, қош бол аспан әлемі.